Сол жаңалық көп болып тұр достар, айтатын жаңалық көп, сыр көп, мұң көп айтатын. Сол Жанарбай Сезімханның каналында қыздың сұхбатын көріп отырып, шүкіршілік енді. Алла ол кісіге қуат берсін, не деген қайсарлық, 20-ға рет опрессия болу, иә? Иә достар, ол кісі тіпті докторханаға опрессия болған кезде жатпаған ғой? Иә, дұрыс айтасыз Жанарбай Сезім, иә. Сондай керемет, не деген қайсарлық деп ойлаймын да. Адамды сонда үміт-қана өлтірмейді екен ғой. Некеден де не деген қиналған деп ойлаймын, иә. Өзінің туған қайнатасы қырындаған ғой. Соған шыдаймай ажырасып кеттім дейді. Рахмет, Амангүл ханым, рахмет. Достар, мына айналада ажырасқан әйел адамдарды достар қолдайықшы, қуаттайық, көмек берейік. Өйткені олар бар ғой, мен ойлаймын жамандығынан ажыраспайды. Мысалы, мен өз басымды кешірдім ғой достар, иә. Еш әйел жамандығынан ажыраспайды. Ешбір әйел босағаттаған кезде мен осы босағанды күйретейін, осы шаңырақты ортасына түсірейін деп үйленбейді. Сол жаңағы қиыншылықтар болады мысалы. Иә? Жаңағы жақсы жерге түскен келін келін дейді, жаман жерге түскен келін келсап дейді. Осындай ортаның жайсыз болуынан да көптеген әйел адамдар кетіп қалады мысалы. Неше түрлі тағдырды кешіп жүрген әйел адамдар бар. Иә, ажырасып кеткен әйел адамдар болса қолдайық, көмектесейік достар. Қолымыздан келгенше көмектесейікші. Мысалы, менде де кезінде өзім қиналдым ғой енді. Бір баламен ажырасып кетіп, далада қалған күндерде болды. Енді оны айтуға болмай шығар, өткен өмір қалды ғой енді 20 жылдың астында, қардың астында қалды. Осы күнімізге шүкір. Бірақ достар, сондай ажырасып кеткен әйел адамдар болса қолдайық. Олар баласына қалай қарап жатыр мысалы. Жақындарыңыз болса көмектесейік достар. Әйел адам жамандығынан ажыраспайды. Осы үміті үзіліп барып, ең соңғы рет үміт беріп, ең соңғы рет орай беріп, енді адам болмайды екеннен кейін кетеді ғой. Болды, енді шығыса алмайды екенбіз. Жаман күйеуден жалғыздығым артық деп кетеді ғой. Ол мен ешқашан ешкімді ажырасуға үгіттемеймін достар, иә. Бұл жерден де кейбір психологтар болады екен, жаңағы ой, не қыласың, кетіп қал, ешкімді басындырма деп. Мен олай айтпаймын. Барынша отбасының бақытын сақтау туралы көп әйелдерге айтқым келеді достар. Достар, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Әйел бақыты туралы, бақытты отбасын құру туралы. Енді өз басымнан кешіргеннен кейін көп нәрсені айтқым келеді. Ақша туралы, ақшадан қиналып жүрген кісілер болса, отбасы жағдайынан қиналып жүрген кісілер болса, айтсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, иә достар. Иә, маған жазылып қойыңыздар достар, жоғалтып алмаңыздар. 5-ақ күндік өмір ғой достар, бір-бірімізге дос болайық, сырлас болайық. Мен жоғалтып алмаңыздар достар, маған қосылып қойыңыздар. Жүрек баса тұрыңыздар достар, жүректеріңіз жүзгедей соға берсін, өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Жүктімін, айым тек қорқыныш бойымда. Жүкті болған әйел адамдар бар ғой, тек қана тынышталу керек. Жүктілік. Өйткені қазіргі уақытта көптеген балаларда, мысалы 4-5 жастағы, мысалы мен балаларымда кейде дұрыс сөйлей алмайды. Сонда біз бала құрсаққа біткен күннен бастап, мына жүрек тәрбиесі дейді ғой. Көп жағдайда ананы мынаны уайымдайды екенбіз, жолдасымызға ренжиді екенбіз. Мына реніш жаңағы құрсаққа жатырға түсіп кетеді екен. Сондықтан достар, жүкті болдық па, тек қана жаңағы телефонды да қойып, тек қана Алладан медет тілеп, жаңа құрсағыңыздағы баламен сөйлесу керек екен. Жаным, балам, күнім, ұлысың ба, қызсың ба, өмірге қашан келесің, сені құшағыма қашан аламын, шіркін-ай, сенің ай мен күндей дидарыңды көрсем, осындай ана болу бақыты маған сыйлағаның рахмет деген сияқты баламен күнделікті сөйлесу керек екен достар. Жүкті әйел адамның тілегі қабыл болады дейді. Жүктілік кезінде тек қана тынышталу керек екен, тек қана Алладан медет сұрау керек екен. Өйткені жүкті әйел адамның тілегі орындалады дейді достар. Жүктілік кезде, одан кейін мен ана екінші баламды, үшінші баламды босанған кезде мен 10 сағат толғаттым. Таңертең 4-те барғам, кешке жақын өзі 4-тен аса әрең босанған болатын. Сонда мен санамда қорқыныш қалды да, 4-ші баламды босанған кезде мен енді өліп қалатын шығар деп ойлағам. Өліп қалатын шығар мен мынан қайтып босанамын деп. Содан кейін осы айыбым тайған кезде мен осы бәрінді Аллаға тапсыру деген бір психологиялық бір жаңағы техника тауып алдым да. Бір ұстаздың сабағын тыңдап жүріп, содан сол әдісті қолдандым достар. Өмірде бар ғой, мына ең бір қарыздан қиналып, иә, сол толғақтан қорқып жүрген болсаңыз бар ғой, Алла тағаланың көркем есімдерін айта беріңіз, күндіз түні қайталай беріңіз, иә. Одан кейін Алла тағала көмектеседі. Одан кейін бар ғой, жаңағы Алла тағалаға тапсыру, ей Алла, өзіңе тапсырдым. Міне, сол кезде барып жеңілдейсіз ғой. Өмірде достар, қарыздан қиналып жүрсеңіздер, отбасынан қиналып жүрген болсаңыздар, қандай да бір мәселеден, денсаулықтан қиналып жүрген болсаңыздар, Аллаға тапсыру керек екен. Ей Алла, өзің шешші. Өзің мені осы күнге дейін бекер жаратпадың ғой, осы күнге дейін сүйреп келе жатырсың ғой, Алла тағала ғұмыр бердің. Мен солай достар, қандай бір жағдайда қиналып кеткен кезде солай істеймін. Ей Алла, осы күнге дейін мені сүйреп келдің ғой, осы бір өткелден өткізіп жіберші, осы аман есен босануға Алла тағала нәсіп етші.
Алла тағала осы бір қарызымнан құтылуға нәсіп етші. Алла тағала осы отбасымды сақтап қалуға күш қуат берші, саған ғана тапсырдым, мен әлім жетпеді. Мысалы қайсы жолы бір кісі айтып жатыр, күйеуім арақ ішкелі 10 неше жыл болды дейді. Мен осы техниканы айттым. Жаңбыр жауған кезде, қар жауған кезде, сол бар ғой, Алла тағалаға тапсырыңыз дедім да. Алла тағала өзіңе тапсырдым. Күйеуім 10 жыл болды алыстым. Не арағын қоймайды, не ажырасып кете алмадым. Алла тағалаға тапсыршы, болды, уайымдама. Барлық жүректің иесі Алла тағала ғой. Мынау әлемнің өзі, достар, Алла тағаланың үйі ғой. Біз тек келген қонақпыз. Ал Алла тағаланың үйін біз бүлдірмеуіміз керек. Біреудің үйіне қонаққа барсаң да албаты сен оны бүлдірмейсің ғой. Лайылы жаңа батпақ аяғыңмен оның төрдің алдына шығып кетпейсің. Ол үйдің ережесі болады, мысалы, ерте ұйықтау, ерте тұру деген дүние. Сол сияқты Алла тағаланың үйінің де сондай ережесі бар. Сен бүлдірме дейді. Қиындығың болса маған тапсыр дейді. Біз адамдардан күтіп кетеміз ғой, содан кейін қиналамыз. Алла тағала жеңіл босануды нәсіп етсін жаңағы кісіге, Бибати ханым, Алла тағала жеңіл босануды нәсіп етсін, аман есен, қол аяғыңызды бауырыңызға алып алыңыз, Алла тағала. Сол күнге жетіңіз. Алла қуат берсін, достар. Еш нәрсені уайымдамаңыз өз. Алла аузыма сөзді сап тұрған шығар осы сөзді, еш нәрсені уайымдамаңыз. Алла тағала осы сөзді естірту үшін қосылып тұрған шығар. Гүлімхан құрсақ көтеру бар ма? Гүлімхан 31-ші жыл құрсақ. Ой, көтересіз. Гүлімханым, мына бір нәрсені айтайын. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Мен бар ғой, атым Еркежан Бейсенбі қызы, 4 баланың анасымын. Осындай жыр жинақтың авторымын. Екеу бар осындай жыр жинақтан. 2 жыр жинақтың авторымын, 4 баланың анасымын, достар. Осы өзімнің алған жинаған тәжірибелеріммен бөлісіп жатырмын. Гүлімжан, сіз қайда тұрасыз? Гүлімжан, айтыңызшы, қайда тұрасыз? Алматы облысында тұрасыз ба? Осындай жыр жинақтың авторымын, достар. Менің шығудағы себебім бәрді Алла тағаланың қалауымен сіздерге көрсетейін. Қызылордада ма? Қызылордада. Алматыда болсаңыз кезігу керек еді. Достар, міне мен 10 жыл декретте отырдым, 10 жыл айтыс сақанасында жүрдім, 10 жыл одан кейін осы үйде отырып қалып, осы қаншама психологтардың сабақтарын тыңдап жүріп білім алдым. Сол білімді қазір Алланың разылығы үшін бөлісіп жатырмын, достар. Міне қараңыздаршы, осыншама жазып сызған, ұйықтамай, жаңағы менің бір сол жақсы артықшылығым, әрбір естіген ақпаратты жаза берем. Содан жалықпаймын. Қаншама психологтардың неше миллионға сатып алған сабақтарын жазып, көшіріп, жасап, аффирмация жаса деймі? Аффирмация жасаймын. Ана Тәңірге хат жазу, медитация, нормология, бәрін осы үйреніп, игеріп, енді сол білімді, достар, ішіме сыймағаннан кейін шыны керек бар ғой. Сіздерге тегін беріп жатырмын, міне. Таңертең сағат 4-5-тен тұрып осындай компьютермен жұмыс жасаймын. Жаңа ғылыми мақалалар жазамын, сөйтіп, осы өткен жылы су жаңа Монза машинесін алдым. Налишке қолма-қол ақшамен машина алдым. Шүкір, үйіміз бар. Осы жақында бір жер алып қойдық тағы бір баламызға. Сондай жаңалық енді. Менің ең үлкен жетістігім, достар, мен енді өз басымнан айтып жатырмын ғой. Жаңа неке сәсідігі де болды. Мәшинет шырғалаңнан аман қалдым, опрессиядан әрең аман қалдым. Маған ең батқан, ең қиыны, достар, 4 айлық балам іште жатқан кезде шетінеп кетті, жаңа жүрек тоқтап қалды. Сол маған өте ауыр болды. Оны алдыру, оны тазалату, енді әйел адамдар болса түсінеді ғой. Ол қалдық қаққабы, 2 ортада ертең күн жаман ауыр болады деп, оны тазалатып әйті өліп тіріліп, содан осы күнге жетіп, содан осы бүкіл алған ақпараттарымды Алланың разылығы үшін осы қасиетті айда айтып күнделікті беріп жатырмын, достар. Бұның ішінде тағдыр саны бар, барлық энергия жолдарыңызды көремін. Бірақ бүгін, достар, тағдыр санын көрмеймін. Тағдыр жолдарыңызды көрмеймін, өйткені ауыр екен. Өйткені бар ғой, оның, марафон болып жатыр, Айбота ханым. Сәуле ханым, марафонға келіңіз, марафон болып жатыр. Достар, осындай, менде осындай жаңалық бар, міне. Таныса отырайық бәріміз, Біріңді қазақ, біріңді өз көрмесеңіздің бәрі бос дейді ғой. Мейған жазылып алыңыздар, достар, бұйырса, осы машина алудың, үй алудың, қарыздан құтылудың, балалы болудың бүкіл жолдарын айтатын боламын, достар, Бәрі де Алланың разылығы үшін қанша миллионға алған тегін сабағымды сіздерге осы тікелей эфир арқылы тегін беріп жатырмын. 877 993 1281. Жаңағы бала көтере алмай, машина алуды да айтамын, жаңағы бала көтеруді армандап жүрген кісілер маған жазыңыздаршы. Өйткені мен түсінемін, жаңағы әр ай сайын қашан болады екен деп күту, елдің сөзі, сен әлі жаңалық жоқ па? Неге бала көтермейсіңдер?
осындай жас кездеріңді ала алмайсыңдар ма? Пәленпай жерде емші бар екен, барып келмейсіңдер ма? Осындай адам сөзден жеңіліп кетеді ғой, сөзден ақ жүдеп кетеді. Жаңағы қазір айтасыз ба машинаның техникасын? 877 993 1281. Жаңа балалы болуды сұраған кісі бар ма? Мысалы, достар, мынандай дүние екен да. Бала сүюді армандап жүрген кісілерге бір керемет техника айтқым келеді, достар. Менде 2 ұл, 2 қыздың анасы, тағы туғым келеді. Ой, жаным, сол қыздарым 6 жас дейді. Ой, жаным, Айсұлу ханым, не деген керемет. Не деген керемет, Айсұлу ханым, Алла қуат берсін өзіңізге, е. Осындай баланы өмірге әкелгісі келетін адамдардың миссиясы. Мысалы, кейбір адамдар айтады ғой, жаңағы бала туғым келмейді, шаршадым, оны кім бағады, мысалы. Ал енді осындай бала сүюгім келеді деген адамдар, оларға Алла сондай миссия берген. Мысалы, бір әулетте сондай адамдар болады екен. Ұрпақ көбейтеді. Жаңағы бала сүюгім келеді деген кісі бар ма? Қызылордадамын деген кісі шегініп кетті ма? Бала сүюді армандаған кісілер, достар. Осының алдында бір көрші апам айтады ғой, Айсұлу ханым керемет. Жаңа бала сүюді армандап жүрген кісілер болса, қайсы жылы бір көрші апам айтады, өзі 85-ке келген кісі болатын, сол айтады. Жаңағы бір көп бала туған әйел адамның іш киімін ұрлап алу керек дейді. Сұрап алмау керек дейді, ұрлап алу керек. Жаңасын содан кейін жуып соны кию керек. Қазақтың сондай ырымы бар дейді. Расында да сондай әйел адамдар бала көтерген. Мен өз басымнан өткізгем дейді. Одан кейін менің түсінгенім, достар, әйел адамдар көп терлеу керек екен, фитнесқа бару керек екен. Әсіресе бала сүюді армандап жүрген әйел адамдар болса, жүру керек. Таңертең тұрып қана жүріп Алла тағаладан сұрау керек. Ей Алла тағала, 10 мың қадамға дейін жүріңізші. Өйткені мына бүкіл денедегі чакра қуат көзі оянады. Бүкіл денеңіздегі жаңағы жаман энергия болса шығады. Мысалы, біздің өткен ғасырдағы, мысалы, өткен уақыттардағы ата-апаларымыздың бойында жаңағы қазіргі сияқты депрессия, күйзеліс неге болмаған, достар? Айтыңыздаршы. Бұрынғы уақытта әке-шешеміздің бойында не үшін сондай депрессия болмаған? Айтыңыздаршы. Кім айтады, достар? Бұрынғы уақыттағы ата-апаларымыз неге күйзеліске түспеген қазіргі сияқты? Неге депрессияға түспеген, достар? Рахмет, достар. Жаңадан қосылған достар, қадамдарыңыз құтты болсын. Рухани практикалық сабағымызды бастап жатырмыз. Жүректеріңізді баса тұрыңыздар. Рахмет. Достар, рахмет. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Жүректеріңізді баса тұрыңыздар. Жүректеріңіз 100-ге дейін соға берсін. Әлемнің сіздерге барлық жақсылығын тілеймін, достар. Рахмет. Тілеунұр мырза, рахмет. Алла разы болсын. Дұрыс, молодец. Гулка ханым, Гулка. Керемет, дұрыс айттыңыз. Ата-бабаларымыз көп қозғалған. Дұрыс айтасыз. Рухани даму үшін неден бастау керек? Рухани дамуды сол жүруден бастау керек. Таңертең ерте тұрып 10 мың қадамға дейін жүру керек, достар. Сонда адамның мына рухани деңгейі өсіледі. Бүкіл денедегі чакра қуат көздер ашылады екен. Алла тағаладан сен не бір істеген ісіңе береке болады екен. Одан кейін әрбір істеген шешімің дұрыс болады екен. Өйткені түйсіктен саған ең дұрыс деген жауап келеді екен. Ой, Тілеунұр мырза, рахмет. Алла разы болсын. Ер азаматтар тыңдап жатыр ма мені? Алла разы болсын. Кешегі жолдасым жасап берген тіл көзден сақтайтын тұмар тағып алсам болушы еді. Астана боран жүре алмай жүрмін дейді. Жүре алмасаңыз, сонда үйде жүру керек шығар мүмкін, Жаңағы үйді тазалап, тілектеріңізді айтсаңыздар, Сондай бар ғой, бала көтеруді армандап жүрген кісілер болса, жүру керек екен. Алла тағаланы тілеп жүрген кезде мына бүкіл бойдағы жаман энергия тазаланады екен. Одан жаңа чакра қуат көздер ашылады ғой. Содан ер азаматпен Айсұлу ханым, Алла қуат берсін өзіңізге, түсіндім. Сондай көбірек жүрген кезде жаңағы кісі дұрыс айтып жатыр ғой, біздің ата-бабаларымызда неге күйзеліс болмаған, неге депрессия болмаған? Өйткені олар көп қозғалатын болған. Әрекет көп. Қазіргі уақытта бізде әрекет аз, шыны керек. Кешке дейін телефон көріп жатамыз, не болмаса уайымдап бір нәрсені жатамыз, не болмаса түннің бір уақытына дейін телефон көріп таңертең жай тұрамыз, Осыдан кейін бізде дене қозғалысы аз болғаннан кейін бізде депрессия көп, күйзеліс көп. Сондықтан жүру керек, достар. Мен өмір болғаннан кейін, мен де кейде жаңағы өмір болғаннан кейін бір нәрсеге ренжіп қаласың, жолдасың ренжіп қаласың, бір күткен ақшаң түспей қалады, енді ондай болады ғой. Балаларыңнан уайымдап қаласың, мысалы. Алдыңғы апта, мысалы, мен баламның денесіне бүкіл қызылшама бір нәрсе қаптап кетіп әйтеу 15 күн. Ой, Сафия ханым, қош келдіңіз. 15 күнде үйге қарап, сондай өзі мазасыздандық та енді. Сондай күндерде Алла тағаладан солай медес сұрадым да.
сәлеметсің бе? Саулық. Тілеунұр мырза, рахмет, саулық тілеймін дейді. Рахмет. Кеш жарық, қалыңыз қалай? Сафия ханым, қалыңыз қалай? Сол үшін достар, мына машина алуды армандап жүрген кісілер болса, достар, мына нені ашып қалсаңыздар бар ғой, тойынды ашып қалсаңыздар да, не болмаса жаңағы ютубты ашып қалсаңыздар да, медитациялар көп достар. Байлыққа жетудің әртүрлі жаңағы идеал күн техникасы дейсіз ба, соның бәрін жасаңыздаршы. Медитация деген өте керемет көмектеседі. Мен бұрын оған зер салмайтынмын. Мысалы, дұрыс тыныс алу жаттығуларын психологтардан естіген кезде мен жасай алмайтынмын, медитацияға кіре алмайтынмын достар. Кейін алдымен бүкіл ойымдағы еркін хат жазу техникасы дейсіз ғой, Қизат, не айтып отырсыз? Достар, мен сол балалы болуды, үй алудың жолдарын айтып отырмын. Әйтеу, ішіме сыймай, өнерім ішіме сыймай, сол халықтың алдына шығып отырмын ғой. Өлең оқып берсем болады достар. Мынандай 2 жыр жинақтың авторымын, 4 баланың анасымын. Осы рухани саласында еңбектеніп жатырмын достар. Қандай да бір көңілде жүрген сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Жаңа машина алуды армандап жүрген кісілер болса, достар, ең бір жақсы техника сол медитация жасау. Таңертең тұра салған кезде, кеште бар ғой достар, сол машина айдап бара жатқаныңызды елестету. Мысалы, мен правоны өз кезінде 70 000 теңгеге алып алдым да, мысалы. Қазір 400 қанша мыңға шықты. Биылғы жылдан қалмай достар, право алып алыңыздар. Кім машина алуды армандайды, айтыңыздаршы. Осында отырған әйел адамдар бар ма? Машина алуды армандап жүрген, алсам шіркін деп армандап жүрген әйел адамдар бар ма? Жазыңыздаршы. Ой, рахмет, Гүлшат ханым. Иә. Маржан ханым, ой, керемет. Бұйырса аласыз, иә? Рахмет, Тілеунұр мырза, рахмет. Самған Айнұр. Достар, мен бүгін көрсеттім ғой, иә? Өткен жылы сол Монза машинесін 4,5 миллионға сатып алдым. Қолма-қол ақша беріп сатып алдым достар. Ешқашандай бөліп төлеу, қарыз деген дүниеге ондайға кірген жоқпын. Сондықтан достар, қолма-қол ақша беріп сатып алуға Алла тағала барлықтарыңызға биыл нәсібесін, иә достар. Мақсат қойыңыздар, мақсат жазыңыздар. Мен биыл машина алам бұйырса. Ол үшін достар, право алыңыздар. Сөзсіз бірінші. Жыл сайын қымбаттайды. Биыл 400 мың, келер 8 жыл 800 мыңға шығуы мүмкін да. Зат деген күн сайын қымбаттап жатыр достар. Өздеріңіз білесіздер ғой. Сондықтан аяулы аналар, мен қабырғама батады ғой. Жолда жаңа бір қолыңда колесқа, бір қолыңда 2-3 бала жол тырысып тұрсаң, не такси алмайды ғой, иә? Ауыртпалық көреді. Ана колескаңмен не болмаса біреудің салонының машинесін бұлғап кетесің, ол ренжиді. Әйтеу көрмеген азабың қалмайды ғой. Сондықтан достар, Алла тағаладан соны сұраңыздаршы. Алла, ешкімге күнімді қарата көрме деп сұрайықшы. Өлгенше соны сұрайық достар. Мысалы, Асан атамыздың ең не деген көп адам айтып жатыр ғой, не деген тілеу дұрыс деп, иә? Сонда өмірден озғанша соны тілепті ғой. Алла, ешкімге күнімді сала көрме, бала шағам ауыртпалығымды арттыра көрме, ауырып жатқыза көрме деп. Сонда ол кісі көп қиналмай жаңа ұйықтап жатып қана өмірден озып кеткен дейді да. Біз енді өлім тілемейміз достар, бірақ жаңағы Алла тағаладан соны ғана тілеу керек екен. Ешкімге күнімді түсірме деп тілеңіздерші. Сол үшін дәл күннен бастап, дұрыс айтасың, Сафия ханым кезінде 50 000 теңге ала алмай қойып едім, иә. Енді әлі де кеш емес. Әлде жақсылықтың, игіліктің ертегесі жоқ дейді Сафия ханым. Алаңдамаңыздар. Сондықтан достар, күнделікті бәріміз ақша табамыз, иә? Қайда болса да жұмыс істейміз. Не болмаса айналамыздағы адамдардың қалай да бір көмегі бар бізге, иә? Пасауи алсақ, жаңағы жерге ақша алсақ та әйтеу түсіп отырған ақша бар. Соны 2 000 теңгеден, 3 000 теңгеден қазақ айтады, тарта жесең тай қалады дейді, иә? Сондықтан ақша құрастырып бірінші право алып алыңыздар. Сіз әрекет еткен кезде Алла тағала бар ғой, бүкіл есікті ашып қояды. Әсіресе достар, мына Гүлнара ханым, қош келдіңіз. Әсіресе достар, әйел адам жол ашылу үшін. Ой, рахмет. Достар, бармақтарыңызды баса тұрыңыздар, жүректеріңізді баса тұрыңыздар. Иә, сенің алдында кетейін деп, анам ешкімнің қолына қарата көрме деп еді, екеуі де солай кетті. Айгүл ханым, дұрыс айтасыз. Алла тағаладан бізде соны тілейік, ешкімге күнімді салмасыншы. Мысалы, бүгін мереке ғой, иә? Мысалы, мен гүл алған жоқпын достар. Мен туылған күнім болсын, жаңа жыл болсын, мен ондай нәрсені күтпейтін болып кеткен. Мен гүл алған жоқпын мысалы. Оған бола ренжіп, мен қазір көңіл күйім түсіп отырған жоқ. Ол өмір, Алла тағаланың әрбір күні мереке мен үшін. Денім сау болған үшін шүкір, мысалы. Біз солай айтайықшы, иә? Ой, Айгүл ханым, рахмет, Алла разы болсын. Сондықтан достар, осы ертең дүйсенбі ғой, ең сәтті күн. Әрбір жұмыстарыңыз береке болатын күн, мысалы. Бүгін тұзды сумен есік жуатын күн, мысалы. Тұзды сумен есік жуып жүрсеңіздер, мысалы, бүгін жуасыз, және айдың 10 күні жуасыздар достар. Одан кейін шаштарыңызды қидыруға болады. Осылай әр күннің энергиясын айтып отырамын. Сол үшін
Әзір жатпай тұрып та жазсаңыздар болады, тұзы сумен есік жусаңыздар күтпеген жерден ақша келеді. Одан кейін достар, әйел адам жол ашылу үшін, бақытты болу үшін айналадағы адамдармен қарым қатынас дұрыс ұстау керек. Осының алдында маған бір кісі жазды жаңағы. Апам жақсы адам дейді, апам жуас дейді, бірақ қайынатам қазымыр дейді ғой. Жаңа етті турап жатсам да сөйлеп жатады, андағы ет не деген көп турайсың, қазанға бір май құйып қалсам да бір не деген көп май құясың, алысып жүреді дейді. Осы ер адамның қазымыр болған жаман екен дейді ана кісі. Не істеймін, Еркежан маған айтыңызшы деп. Содан кейін, ой, Әсем ханым, рахмет, Алла разы болсын, мерекелеріңіз мерейлі болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Содан кейін мен осы техниканы айттым. Күнделікті таңертең тұрып алыңыз да атаңызға іштей тілек тілеңіз. Иә, тек бар ғой, ішінен сыртына қарай жуасыздар достар, есікті сыртынан. Қандай да бір тілегіңіз, арманыңыз орындалады, күтпеген жерден ақша келеді достар. Тұзды судың қасиеті туралы айтып жүрмін бүгін, және бүрсігүні жуасыздар. Иә, естеріңізде болсын достар. Осындай құнды ақпарат айтамын достар. Маған жазылып алыңыздар, жүрек басыңыздар. Қаншама адамдар тыңдаса екен, білсе екен деп айтамын достар. Бұның бәрі мен білген жоқпын. Осы 40 жасқа таяп қалғанда білдік қой, осыны кеш білдік, бірақ бәрі де енді Алла тағаланың қалауымен ғой достар. Бүгінде маған, мен сіздерге чегін көрсетуге болады. Бүгінде маған көп ақша түсті. Иә. Айгүл ханым, иә. Иә, сол өзіңіздің бар тілектеріңізді айтсаңыздар болады Алла тағаладан, иә. Сол үшін жаңағы әйел адам туралы айтайыншы. Содан кейін күнде таңертең тұрып алып, Алла тағаладан атасына жаңа тілек тілеген ғой, атам өмір ұзақ болсын, Алла тағала атам жүрегіне бір махаббат бере көр, мейір бере көр деп. Содан кейін бір 40 күндей тілек тілеп жүрдім дейді. Содан бір күні жаңа өзінің туылған күні болған кезде бүкіл туыс туғанды шақырып алып, енді үндемей қойған ғой. Бұрын атам бірдеңе десе сөз қайтара салатынмын, бірдеңе лақтырып шарқылдап шығып кететінмін дейді. Осы үйді қайдан таптым деген сияқты. Содан 40 күн үндемей қойдым дейді. Тек қана Алладан тілек тілеп жүріп жүрдім. Содан жаңа дәл туған күнім болған кезде бұл бүкіл туыс туған шақырды дейді. Бұл кісі ет ас балам бүгін деп ет асып тастады. Содан кейін өзі жаңағы айлығы көп кісі болатын еді дейді. Содан кейін жаңа туылған күні маған мынандай машинаның кілтін сыйлап тұр дейді ғой. Жыладым дейді отырып алып. Алла тағала не деген кереметсің. Сонда сол кісінің жүрегіне мейірім сақ қойған ғой. Көрдіңіздер ме? Осының алдында Айнұр Тұрсынбаева ханымның мен 100 мың теңгелік разбор сабағын алдым. 3 күндік. Сол сабақта айтады, жаңағы маған бір әйел адам жұмыс жасап жүретін дейді, қол астында. Қарызы бар екен, білетінмін дейді. Содан маған өте жақсы қарады дейді енді ол кісі. Сол бір күні отырып енді қанша миллион ақша қарыз болған ғой Айнұр ханымға. Бір жағдай болған кезде Айнұр ханымнан ақша алыпты да, сізге өтеп беремін, сізге осындай қызмет жасап беремін деп, соны жарайды деп қабылдадым дейді. Содан бір күні отырып алып, Алла тағала жүрегіме салған шығар дейді. Шақырып алып қасыма, мен сенің қарызыңды кешірдім, енді бүгіннен бастап сен маған қарыз емессің, анау жылап жүрді дейді. Мен қанша күн тілек тілеп жүрдім дейді. Сонда Алла тағала бар ғой, сол адамдардың жүрегіне мейір махаббат салып қояды екен. Достар, егер қандай жағдайда машина алуды, үй алуды армандап жүрсіздер ме, ешқашан айналадағы адамдарға ренжімеңіздер. Ренжімеңіздер. Кімнің реніші бар достар айналада? Жаңа машина алу техникасын айт деп жатырсыздар ғой, достар. Оқыңыздар. Тісіңізді емдетіңіздер, тіске ақша құйыңыздар, денсаулығыңызға ақша құйыңыздар, рухани дамуға ақша құйыңыздар, TikTok сабақтарын үйреніңіздер достар. Ақша табудың мүмкіндігі көп. Иә? Ол жаңа кешке дейін отырып алып дұға оқығанмен машина ала алмаймыз. Кешке дейін отырып алып аффирмация, медитация жасағанмен достар әрекет болмаса ол машинаны ала алмаймыз. Сондықтан бәрі бірлесу керек достар. Алла тағаладан тілек те тілеу керек, медитация жасау керек, аффирмация айту керек, одан кейін ақша жинау керек достар. Мен айтамын ғой, тарта жетсең тай қалады достар. Иә? Мен не үшін киім алмаймын, жасануға болады достар. Керемет жерде жүруге, кафелерде жүруге болады, бірақ оның не қажеті бар достар? Маған керегі тек қана шынайылық, тек қана қарапайымдылық. Мен оны бір күн жасанам, 2 күн жасам, қаншама бетіме алып алам. Атасы содан кейін бар ғой достар, кешкеден қазмыр болған ғой атасы. Келініне күн бермей қойған. Апасы бір қой жуас адам дейді. Атасы басынып алған ба дейді. Күйеуім жақсы дейді. Кетіп қалайын десем, күйеуімді қимаймын. Содан атамның қылығына шыдай алмай жүрген. Содан жаңағы 40 күндік техниканы жасаған ғой. Таңертең тұрып алып, ой, ол кісі мені танымайды ғой, мен аулақ жүремін. Одан алаңсыз болыңыз. Бірақ жаңағы адамдардың бір жақсы жағын алуға әрекет етемін да енді. Айнұр ханымның сол энергиясы жақсы. Одан кейін қаншама адамдарға карантин кезінде не аспабын алып берді ғой, енді сол жақтарын ескерсек болады достар. Айтыстың сахнасында қанша жыл жүрді, мен енді мақтап отырған жоқпын достар. Сонда жаңағы атасы 40 күннен кейін келіннің туған күнінде сол машина сыйлаған екен. Рахмет келінім, сен келгелі осы үйге құт келді, шаңырағымызға береке келді. Менің қандай да бір қателігім болса кешір деп бүгін туыс туғанды жинап алып,
жаңа соғым басып беріп машиненің кілтін ұстатқан екен. Көрдіңіздер ме? Сонда айналадағы адамдардың біз бабын табуымыз керек екен. Егер достар үй алуды, машина алуды армандап жүрген болсаңыздар, үнемі бата алыңыздар. Мысалы мен осы тікелей эфирге шығу үшін жолдасымнан, ой Кәусар жаным сол жалғызым менің. Достар, сондықтан Алла тағала саған да екі әлемнің байлығы нәсіп етсін. Жаңа таңертең тұрып ей Алла тағала атамның жүрегіне имандылық бере көрші, мейірім бере көрші. Одан кейін ештеңе демей қойған ғой. Мысалы енді атасы болған адам не істемейсің, өте қазымыр адам болған екен. Мына киімді неге жинамайсың, тамаққа не деген жаңа етті көп саласың, майды не деген көп қоясың. Кешке дейін келіннің жүрген тұрғанымен алысып, тіпті бір күні жаңағы төркініме бір нәрсе алып бара жатсам дейді. Ей мынаны қайда бара жатсың? Тыстандағыны сен төркініңнен әкелген жоқсың деген сияқты сөздер айтқан ғой. Апам үндемейді дейді. Адам алысып кетті дейді. Содан кейін жаңа Алла тағаладан сұрадым дейді. Иә, бөтен адамнан да бата алыңыздар, жақын адамдарыңыздан бата алыңыздаршы достар. Қазақ айтады, ош сен руыңмен дейді. Қандай да бір адамдарға жақсылық жасау керек. Мысалы, Ұларбек Нұрғалым ағаның Даяғашы деген шығармасы бар. Сол шығарманың ішінде Қараманнан шыққан қайыршы деген әңгімесі бар. Соны оқысаңыздар түсінесіздер достар. Жаңа бір рудың кісісі жаңа қайыр тілемекші болған ғой енді. Тұрмыстан қиналып кеткен, бір танымайтын елге барып бір қайыр тілеп байып кетсем деп ойлаған ғой. Содан сол елге барып отырып бір енді бүкіл ел жиналып отырған жерде содан енді елдер жөн сұрайды ғой, қай жерден келдің, не қылып жүрсің десе, осындай Қараманнан, руым Қараман, осындай бір қайыр тілеп жүрмін деген кезде сол жерде бір Қараманның жігіті атып шыққан ғой. Сол адамды сабап отырып, жаңағы елін әкеліп, бүкіл елді жинап, сол адамға мал жинап берген екен қорасына. Біз сондай қазақ халқы өте текті халық болғанбыз, қайыршы шықпаған халықпыз, босағасына құлып салмайтын халық болғанбыз негізі. Қайсы күні бір кісілер айтып жатыр, қазір жаңағы көшелерге шықсаң, алтын ордаларға барсаң, жаңағы қазақи тақия киіп алған қазақ кісілер қайыр сұрап жүреді, сонда жақындар жоқ па деп ойлаймыз дейді да. Сол үшін қазақ айтады, уышсаң руыңмен дейді. Не үшін жақындарымызға көмектесейік деп айтып жатырмын. Розахан, Ұларбек Нұрғалымның Даяғашы деген шығармасы, Даяғашы. Мен кеше мына Чұғаның белгісі деген шығарманы Роза ханым оқыдыңыз ба? Чұғаның белгісі Бейімбет Майлиннің. Чұғаның белгісін оқыдыңыздар ма? Кітап сүйген жан сұлу дейді ғой. Чұғаның белгісі деген шығармасы қандай керемет достар. Абай жолын бастап тыңдаңыздаршы, кітап оқыңыздар деп айтпай қояйын, біз әйел адамдар. Иә, Даяғашы дұрыс айтасыз Айгүл ханым. Өте керемет шығарма, соны оқыңыздаршы. Ұларбек Нұрғалым деген керемет мына өткен жылы Абай жолы фильмдерін түсірді ғой сол кісілер. Өте керемет түсірді, қазақ руханиятына жақсы үлес қосып жатыр. Сол жаңа Чұғаның белгісіндегі адамды бар ғой, үмітсіздік. Иә, Кәусар, жаным сен оқыдың ғой. Иә, Роза ханым сол Чұғаның белгісі деген қандай керемет шығар. Чұға десе чұға деу деп басталатын, иә. Сонда жаңа Рахманмен не бір керемет, иә достар. Рахманды жаңағы түрмеге алып кетіп бара жатқан кезде Чұғаны бір көріп қалғысы келеді ғой. Сонда енді Чұға мен Рахманның арасында қандай махаббат бар. Бірін-бірі шіркін-ай бір көрсем деп жүрген адамдар ғой, иә. Сонда бір-бірін көріп қалады, жаңа арбаның үстінде Рахман айдалып кетіп бара жатады, Чұға қарап тұрады жеңгесімен бірге. Екеуі бір-біріне қарап жүгіріп келеді да, бүкіл ел қарап тұрады. Сонда ұят деген дүние екеуінің махаббатынан да биік тұрады ғой. Сол жерін естіген кезде жылағың келеді. Бірақ сонда Чұға жаңағы мен Әбдірахманмен қосылмаймын деген үмітсіздіктен өліп қалады ғой негізі. Егер Алла тағала қуат берсе қосыламын деген үміт болса, мысалы Жанарбай Сезім ханымның кеше шығарған сұхбатын көрсеңіздер, қанша жерден опрессия, наркоз салмай опрессия болған ғой. Не деген қайсар жаңа адамның жаны не деген сірі деп ойлайсың да. Тұрмыстан не деген қиналған мысалы. Мен 1 сағат жылап отырып көрдім. Иә, дұрыс айтасыз Сану ханым, Чұғаның белгісі. Сол шығармаларды оқиықшы достар, кітап тыңдайық. Тамақ істеп жүрген кезде, жүріп жүрген кезде достар, құлақтарыңызға наушник тағып кітап, аудио кітаптар көп қазір тыңдасаңыздар өте керемет. Адамның жанына мына нұр болып құйыла береді ғой. Біз ол дүниені тыңдамайтын болсақ, мен сон жаман ойға беріліп кетем. Анау маған неге сөйтіп айтты, күйеуім маған неге гүл бермеді, мен күйеуіме не қылдым, ол маған неге сөйтіп сөйлейді деген сияқты. Одан жылап қаламын мысалы. Бір күн ісімнің берекесі қашып жүреді ғой. Адам өзін-өзі ояту керек екен, өзін-өзі қуаттандыру керек екен. Сонда жаңа Жанарбай Сезім ханымның сұхбатына келген Жанар деген қыз ба? Кім көрді достар, айтыңыздаршы. Сонда туған қайнатам дейді. Ойлаңыздаршы, туған қайнатам мені құшақтады дейді. Ойлаңыздаршы. Сонда біздің қазақ қоғамы не болып бара жатыр? Жылағың келеді достар. Отырып алып егіліп жылағың келеді ғой. Әйелдердің тағдыры не деген қиын болып кетті әзір.
Достар, жүректеріңізді баса тұрыңыздар, жүректеріңіз 100-ге дейін соға берсін, өмірдегістерге барлық жақсылықты тілеймін. WhatsApp нөмірі 877 993 1281. Достар, марафонға келсеңіздер болады, иә? Марафон бастап жатырмын, өте бір жақсы ақпараттар беріліп жатыр, достар. Ары қайтып семіз шықты ғой, өте мақта кетпеймін енді. Өздеріңіз білесіздер. Барынша жақсы энергия беруге тырысамын, достар. Жаңа ұялуды армандап жүрген кісілер болса, таңертең ерте тұрып әлемнен тілеңіздер. 877 993 1281. Жаңа машина алуды армандап жүрген кісілер болса, достар, машина алудың, ұялудың техникаларын бәрін салып жатырмын. Идеал күн техникасы, еркін хат жазу техникасы, жаңағы 21 күн жасайтын техника. Дұрыс жаздыңыз, 1281. Иә? Медитация жасаңыздар, мақсат қойыңыздар. Осы жылдың соңына дейін машина аламын мен. Жаяу жүрмеймін мен бұйырса. Бала шағамды өзім мектепке тасимын. Бір жерге барсам ешкімге жалынбаймын. Осының алдында жаңағы бір кісі айтады ғой. Күйеуім жаңа жұмыс істейді дейді да, енді жаңағы бір жерқа. Иә, дұрыс жаздыңыз, 93-27 дұрыс жаздыңыз. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңа жолдасым басқа жаққа жұмысқа кетіп қалады дейді. Содан досына тапсырып кететін болған ғой енді. Енді семья болғаннан кейін кейде балам ауырып қалады, кейде бір жаққа бару керек болады, кейде ұн әкелу, көмір әкелу керек болады дейді. Содан кешке дейін күйеуім досын жұмсай береді дейді. Досының ниетін білмейді ғой дейді. Сода машинасына отырсам болды, ызыңды айтып береді дейді. Сен қандай сұлусың. Жаңағы бір жақ енді қазақи қалжыңға сүйеп, жеңгенің несін сондай қиын жаман дейді. Қолымнан ұстайды. Күйеуің бүгін келмейді ғой, мені шақыршы деп сөйтеді дейді да. Дүниедегі ең қорлық сол екен дейді. Енді сонда бірге жүрген досы дейді. Күйеуіме сондай сатқындық жасайды дейді да. Мен енді ол күйеуімнің көзіне шөп салмаймын дейді. Бірақ сол қылығын осы енді соны айтпашы деп айтамын дейді да. Сол басқа досың жоқ па десем, ой, мен оған сенем. Ол деген әйел баласымен жақсы жүрген азамат, сен албатын нәрсе ойлама деп сөйтеді дейді. Мен оған айта алмаймын дейді. Сен досың үстіп айтты. Досың сен жоқта маған қырындады деп айта алмаймын дейді. Бірақ амал жоқ. Содан кейін намыстанып кетіп, содан осы право алып, право үйреніп, сол машина алдым дейді. Ой, Кәусар жаным, рахмет. Лайк басып отырыңыздар, достар. Жүректеріңіз 100-ге дейін соға берсін. Өмірдегі сіздерге барлық жақсылықты тілеймін. Кәусар жаным, сол Алла разы болсын. Алла жолыңды ашық етсін. Жүректеріңізді басып отырыңыздар, достар. Сондықтан жаңа машина алуды армандап жүрген кісілер ертең күннен бастап, достар, бірінші право алыңыздар. Право алдыңыздар ма, болдар, достар? Машина өздігінен келеді. Бір күні бір-ақ күнде жаңағы қасыңыздағы адамдар алып бере салады. Право алды ғой, осы туыс туған жиналып алып бере салуы мүмкін, жолдасыңыз алып бере салуы мүмкін, жаңа ата-апаңыз алып бере салуы мүмкін, болмаса бір 2 миллион теңгесін төлеп, қалған енді өзің ай сайын төлеп ал деп қолыңызға кілтін ұстатуы мүмкін да, достар. Сондықтан бірінші өзіміз әрекет етуіміз керек. Міне правам бар деп күйеуіңізге көрсетіңізші. Маған енді машина керек дедіңіз ба? Иә, достар, Маржан ханым сол машина алудың техникаларын айтып жатыр ма сыпайы, иә? Сол үшін бірінші ниет ету керек, достар. Мақсат право бар ма? Онда машина аласыз бұйырса. Сол ертеңгі күннен бастап, достар, депозит ашыңыздар. Есікті жуу керек қой. Иә. Кіре берістен бар ғой, достар. Ертең таңертең жусаңыздар да болады. Негіз бар ғой, күн батпай жуу керек екен. Есікті ішіне сыртына қарай жуыңыздар, иә, достар. Достар, тұзды сумен есік жуыңыздар. Бүгін тұзды сумен есік жуатын күн, және айдың 10 күні жуамыз, достар. Жаңа машина алуды армандап жүрген кісілер болса жасаңыздар, иә. Ол ешқандай құрапилық, Аллаға серік қосу емес. Тұздың қасиеті бар, тұздың киесі бар, достар. Тұз байлық тазалайды. Қандай да мысалы жас баласы бар кісілер болса, бесіктің басына қып-қызыл чүпірекке тұз түйіп қойсаңыздар болады. Тұзды орап, тігіп қойсаңыздар болады. Тіл көзден сақтайды. Сәлемсіз бе? Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Сәлем Еркежан дейді, мен танимын. Достар, қазір жусаңыздар да болады, бірақ негізі бар ғой, кеш батпай жуу керек екен. Мен таңертең айта алмай қалдым соны. Енді болмаса 10 күні жусаңыздар болады. Есікті ішіне сыртына қарай жуасыздар, иә. Алла тағала осы үйіме берек әкеле көр, байлық әкеле көр, қуаныш әкеле көр. Ішінен сыртына қарай жуасыздар. Одан кейін барлық есігіңізді жуып шықсаңыздар болады. Тұзды өте көп салмаңыздар, достар. Есіктеріңіз айғыздалып қалады. Ой, рахмет. Рахмет гүліңізге шын жүректен. Алла разы болсын. Айбала ма? Атыңыз кім? Аминуш. Ой, Аминуш жаным, сол. Рахмет, Алла разы болсын. Мерекең мерейлі болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Кәусар жаным, сол. Сондықтан, достар, бүгін және бүрсі күні есік жуамыз, иә? Айдың 10 күні ұмытпаңыздар. Таңертең ерте тұрып есік жуыңыздар.
күніне 10 000 қадам жүріңіздер. Алла тағаладан қандай да бір тілектеріңіз болса сұраңыздар. Медитация жасаңыздар достар. YouTube каналды ашып қалсаңыздар, бәрі тегін. Әзір мына психологиялық сабақ, чакрология, нормология, квантовый скач, разбор, неше түрлі мына психологтардың, ой, Аминеш жаным, рахмет, Алла разы болсын, гүлдей құлпырып жүре бер. Барлық сабақтарды достар тегін көруге болады. Жаңағы неше қайсы күні бір кісі айтады, неше миллион дейді, бір ұстазға сабақ бердім дейді. Рахмет Аминеш, Алла разы болсын, өзіңе де әлемнің барлық жақсылығын тілеймін. Түйсігіңмен байланысқа шығам деп бір кісіге неше миллион ақша бердім дейді, бір ұстазға. Атын айтпай ақ қойыншы. Бір ұстазға неше миллион ақша бердім дейді. Мен сенің түйсігіңе байланысқа шығып, сенің ақша туралы шектеу сенімдеріңді алып тастаймын. Сенің түйсігіңмен ешкі байланысқа шығам. Енді ешкімнің, ешбір ұстаздың достар еңбегін құнсыздандырмаймыз. Бірақ достар, біз өз өмірімізді өзіміз жасап аламыз. Бәрі өзіміздің қолымызда достар. Ерте тұру керек, Алладан тілеу керек. Басқаларды азырақ сынау керек достар. Денсаулықты күту керек достар. Ерте ояну керек екен. Менен ғой ерте білемін, ерте оянамын, Кәусар біледі ғой. Таңертең ерте тұрып аламын да сол. Кей күнім сағат 10-ға дейін мәнті түйіп тастайтын бүкіл жұмысымды істеп. Сондай пысықтығым бар болатын енді. Бірақ сол жаңа тамақ, артық тамақ жеп қоямын, сол жерім жаман. Артық тамақ, содан жаңа артық салмағым бар. Маған біраз содан арылу керек болып тұр. Достар, және машина алудың техникасын түсін алдыңыздар ма, е? Бүгін және бір сөғіні ес-тұзысымен есік жуамыз, таңертең ерте тұрамыз. Ертең дүйсенбі күннен бастап депозит ашып, ақша жинаңыздар достар. Күніне 1000 теңге болса да, 500 теңге болса да сала беріңіздерші. Ол қаржылық қор болу керек. Әрбір әйелде қаржылық қор болу керек достар. Ақша жинауымыз керек. Мына әйел адамдар өзінде сондай қаржылық қор болса, ол сенің қаржылық қорғаның. Көшеде жүрген кезде де өзіңе сенімді боласың. Ақша істетпесең де сенімді боласың. Сол үшін достар, бәріміз де бала сүріп отырмыз. Ертең күні сол балалар, мысалы, мен ойлаймын да, қызым егер Америкадан оқитын болса, маған аэроплан ұшаққа билет алып бер десе, мен алып бере алмай отырсам, мен не үшін өмір сүремін, мысалы, Сол үшін достар, мен отбасы банктен қызыма депозит аштым. Тағы бір балама ақыл депозитін аштым, мысалы. Балаңыз 5 жасқа келген болса, үкіметтің сыйлығы бар беретін. Депозит ашыңыздар. Дүйсенбі күні салыңыздар достар. Дүйсенбі күні депозит ашып, Каспийден бола ма, Халық банктен бола ма, 3 айға, 6 айға алынбайтын қылып тастаңыздар. Алынбайтын қылған сайын өсімі жоғары болады, пайызы жоғары болады достар. Сенбесеңіздер барып сұрап көрсеңіздер болады. Миллион теңгеңіз деген әзір деген 20%-мен өсіп жатыр. Ойлаңыздаршы, мен әр ай сайын, әр айдың бір күні мен кәдімгі айлық алған адам сияқты жүремін да, ештеңе істемесем де. Солай жаңа адам қаржылық қорғанын қалыптастыру керек. Сонда барып достар, біз өзімізді байбақты сезінеміз. Ол мен кереметпін деген сөз емес достар. Бірақ біз сондай істеуіміз керек бүгіннен бастап. Әрине, Алла тағаладан да сұрайсыз, медитацияда, психологияда керек, дінде керек достар. Бірақ әрекетте керек достар. Әрекет етпесеңіз сізге ешкім көмектеспейді. Сіз әрекет етіп, мен мынандай ақша жинадым, мысалы. Мен 500 000 теңге жинадым, жолдасыңызға айтыңызшы. Сен енді маған бір 500 000 теңге тауып берсең, маған осы алғашқы жарнасын құйып, осы жылдан бір машина алсам, қалған ай сайын өзім төлеп отырамын деп айтыңыздаршы, алып береді бірақ күнде. Бірақ бізде өзіміз нәтиже жоқ. Анаған ренжіп, мынаған ренжіп жүргеннен кейін, анау алып бермеді, мынау алып бермеді дегеннен кейін, біз расында да жаңа дүниеге жете алмай жатырмыз. Өзіміз әрекет еткен кезде, достар, басқа адамдар қолдайды. Мен мынаны істеймін деп бір жұмысты істеуге ниет етіңізші. Үйде отырмаймын, мен жұмыс істеймін, балаларымды садикке беріп тастап десеңіз, айналадағы адамдар қолдайды, жарайды онда істе деп. Ал не істеймін, білмеймін, күн суық десеңіз. Жоқ достар, мен емес, жаңағы Жанарбай Сезімханның каналында кеше бір кісі сұхбат берді ғой, аты Жанар ғой деймін, сол кісінің өміріне айтып жатырмыз, көмектесейік деп айтып жатырмыз, тағдырын Алла сақтасын, сөз етпейміз, бірақ көмектесейік, сондай бастан жағдай кешіріпті, сондай өте көп қиындық көріпті, сол кісіге көмектесейік деп айтып жатырмын, достар. Достар, жүректеріңізді баса тұрыңыздар, жүректеріңіз жүзгедей соға берсін, өмірдегі істерге барлық жақсылықты тілеймін достар.